Сәлем достар, бүгін мен сіздерге WeChat сайтына, мессенджеріне қалай тіркелу керек екенін көрсететін боламын. Ақпарат пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Міне, WeChat'ты скачать етіп аламыз. Ішіне кіреміз. Бұл WeChat сайты негізінен Қытайларға арналған, басқа мемлекеттерге тіркелу өте қиын болады. Ол үшін бізге қытайлық бір танысымыз керек болады. Так, регистрация по номеру телефону дегенді басамыз. Телефон номермен тіркелетін боламыз. Сіздер де осылай тіркелесіздер. Қалған мемлекеттерге өте қиын тіркелу, тек қана қытайлықтар ғана жаңағы тіркеп бере алады QR код арқылы. Мен сіздерге көрсетейін, қалай QR кодты алатындарыңызды. Осын басасыздар, одан кейін регистрация по номеру телефон дегенді басасыздар. Бұл жерге аты жөндеріңіз жазасыздар, астына мемлекеттеріңіз жазасыздар, таңдайсыздар, телефон номер, өзіңіз қалаған бір парольді. Мына жерде бір кнопочканы басасыздар, я прочитал деп. Басамыз. Мен қазір өзім данныйларымды жазып кеттім осында. Принять, продолжить деген басамын. Осылай көп загрузка болады. Я прочитал, принимаю изложенные ваши условия деп. Өзінің конфиденциальностьқа байланысты нелер бар. Соны я принимаю деп қол қоясыздар ғой. Так, өзін басасыздар. Басқаннан кейін проверка безопасности деген, начать деген басасыздар. Басқаннан кейін осындай мозаика сияқты келеді. Жаңағы тұрады. Экранды жылжыту арқылы жаңағы мозаиканы жылжытасыздар және орын алып кеп қоясыздар. Сіздердің робот емес екендеріңізді тексереді. Осылайша QR кодты аламыз. Міне, осы QR кодты скриндап, қазіргі таңда Инстаграмда сканер жасайтын адамдар бар. Соған жібересіздер. Ақпарат пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.